2000 жыл жүрегі соғылған тарих астанасы Тараз қаласындамыз. Армағайын, бүгін мың бала жобасы Тараз қаласында Тараздың таланттарын кастингте бірге тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өзім қазіргі таңда TikTok түсірем, сонымен айналысамын. Жалпы біздің мың бала жобасына кастингке келуге не түрткі болды? Өзімнің қызығушылығым оянды. Мен бұрыннан осыған қызығатынмын. Түсіруге, дамытуға өзімді сол үшін келдім. Өзімді дамыту, көрсету мақсатында. Өзіме ұнайды бұл іші, өзімді осы жағына мен TikTok түсірсем, өзім үшін түсірем де, өзіме ұнағандықтан сол үшін келіп тұрмын. Болашақта негізі өзімнің осы журналистикада ойлаймын, өз орнымды табан деп, журналист болып жасаймын деп, қосымша өзім білмеймін, өзіме сезіледі, бір киноларға актриса болып, кинода өзімді сол неде көрем да, сол жолда көрем. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетіндеміз. Қазір осында студенттермен сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, менің есімім Алихан. Осы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің түлегімін. Бүгінгі таңда дәл осы университетте қызметкермін. Нақты қазіргі таңда осы жастар саясаты бойынша алдыңғы жылы Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтің тікелей тапсырмасы бойынша студенттік парламенттің жұмысын атқарудамын. Студенттік парламенттің жұмыс барысы толықтай бақылауда ұстаймын. Белсенді жастар өте көп. Біздің университетімізде шамамен барлығы қазіргі таңда 15 мыңға жуық студенттер бар. Тараз қаласында жастарға қолдау көрсетіліп жата ма? Тараз қаласында жастарға толық қолдау көрсетіледі. Осы жастар саласы бойынша бізде облыстық және қалалық жастар ресурстық орталықтары түрлі іс-шаралар, түрлі жастарға қолдау көрсету шараларын көрсетуде бүгінгі таңда. Қазіргі таңда шын айту керек, қазақ тілінен қарағанда жастардың арасында орыс тілі көбіне қолданылып жатады. Сол дүниелерді жою үшін қандай ұсыныстар айтатын едіңіз? Ең әуелі мектеп бағдарламасын толығымен қазақ тілінде жүргізу қажет, және қазақ тілінде курстарды өте көп ашуымыз қажет. Бұл ең бірінші бастама. Екінші бастама, біз түрлі осы телебағдарламаларда түрлі қазақ тілін үйрету бойынша бағдарламалардың санын көбейтсек, осы басты ұсынысымыз. Дархан, өзіңіз туралы қысқаша айта кетсеңіз? Мен есім Дархан болады, Дархан Қуанышұлы, гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар факультетінің 2022 жылы осы университеттің түлегі боламын. Қазіргі таңда басшылықтың ұсынысы бойынша осы университетте жас маман қызметкерін атқарамын. Жалпы енді Тараз қаласында сіздердің оқу ордаларыңызда жастарға қолдау қалай? Жастарға қолдау енді қалай айтсақ болады? Қатты төмен емес, қатты жоғары емес, орташа деңгейде. Қазіргі таңда жастарды қолдап келе жатыр. Жастарымыздың саны университетте 15 мың студент болатын болса, соның 10%-і қазір белсенді жастар. Сіз үшін оқу ордаларыңыздың ерекше тұстары қалай? Оқу ордаларының ерекше тұсы мен үшін мұғалімдер көңілді. Бір жағынан ыңғайлы студентке оқуға және белсенділікке мүмкіндіктер өте көп. Мысалы, осы белсенділіктің арқасында мен осы университетке жұмысқа тұрдым деп айта аламын. Және қызылға бітірдім осы университетті. Жаңа Қазақстаннан жалпы не күтесіз? Жаңа Қазақстаннан енді Мәсғұт Жүсіп өзі айтты ғой, 30 жылдан кейін ол жаңа Қазақстан болады деп. Сол деңгей болып келе жатыр деп ойлаймын. Енді жаңа Қазақстан, жаңа бағдарлама, көптеген қызметкерлер жастар болып жатыр. Жастарға мүмкіндік көп. Осы жастар неғұрлым билікке жаңа қызметте болатын болса, онда жаңа Қазақстан құрамыз деген ойдамыз. Мен есімім Шалайық Мақсұт Балбекұлы. Осы Тараз өңірлік университетінде 4-ші курс экономика және құқық факультетінің мемлекет және желілік басқару деген мамандығында оқимын. Жалпы немен айналысасыз? Жалпы көптеген мобилография, видео түсіру саласы бойынша, көбінесе сол бойынша жұмыс атқарамын, жұмыс жасаймын. Осы университетте қазіргі таңда жартылай ставкамен жұмыс жасап жатырмын.
Енді жалпы біздің көрермендеріміздің арасынан батыстан, шығыстан, солтүстіктен көретін көрермендеріміз бар әрине. Сол кісілерге Тараз қаласының айырмашылықтары мен ерекшеліктерін айта кетсеңіз, басқа қалалардан. Тараз қаласы өте ерекше, тарихи, 2000 жылдық тарихы бар. Келіңіздер, көріңіздер осы Тараз қаласын. Көптеген сіздерді күтіп алуға біз үлкен құшақ жая қарсы аламыз. Жалпы енді Тараз қаласында жастарды қолдау мақсатында қандай дүниелер жүзеге асырылып жатыр? Жастарды қолдау мақсатында бізде көптеген жобалар, көптеген проектілер, тағы да басқа да іс-шаралар жасалып жатыр. Оны атап айтатын болсақ, бүгінгі таңда қазір бізде Тараз қаласында үлкен Таразды өзгертті атты жоба болып жатыр. Бүгін бастауын алды. 3 күн болады осы Тараз қаласында. Оған Таразды 3 күн аралап, 3 күн көріп, сол бойынша инновациялық жобаны дайындап шығады. Таразды өзгерту мақсатында қандай нәрселерді өзгерту керек, қандай нәрселерді жаңарту керек деген сияқты сол бойынша болып жатыр. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Мұсаева Аружан. Мен осы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің журналистика мамандығының 2-ші курс студенті боламын. Мен бұл TikTok House 2003 жылғым TikTok House'қа кастингке келген себебім, мен өзім TikTok түсіремін. Өзімді осы уақытқа дейін жан-жақты дамытып көрдім, вайндарда түсіріп көрдім, болмады. Сосын өзімнің керектімді таптым. Музыкаларға не болады ондай пародия сияқты түсіреді ғой, солай түсіріп жүрдім. Менде 28 мың оқырманы бар TikTok парақшам август айында банға кетіп қалды. Қазіргі таңда новыйын аштым. Қазіргі таңда менің оқырманым 5300 оқырман болып тұр. Менің қаралымдарым көбінесе 900 мың, 800 мың сондайға дейін барған. Өзім арасында және де кейде өлең айтамын, поэзия оқимын. Өзімді көбінесе актерлік жағынан көргім келеді да, бұл TikTok'та мен көбінесе сондайлар түсіремін. Ән айтпаймын, бірақ арасындағыны хобби дейді ғой, бірақ қатты былай даусым жоқ. Оны өзім білемін да. Пародия түсіріп жүрсе қазір? Иә. TikTok'ын көрсетсем болады, егер қаласаңыз. Көрдіңіз ба? Оқуды сонда қашан бітіресіз? 2 жылдан кейін. 2 жылдан кейін бітіресіз ғой, иә? Журналистикаға не түсіп жүрсіз? Негіз өзімде журналистикаға қызығушылығым болған басында. Менде 2 таңдау болған, актерский немесе журналистика. Мамам үйдегілер не қыласың, актерский деді, журналистикаға түсірді. Инстаграмда қалай сізге? Инстаграмда Аружаным, бірақ Инстаграмда менде оқырман аз, бірақ қаралымдары болады, қатты көп емес. Инстаграмды дамытпаған, TikTok қана дамытқан. Жалпы, егер де біздің жобаға өтіп жатсаңыз, қандай қазақ тілді контенттер ұсынушы едіңіз? Қазақ тілді контент дейсіз бе? Енді біздің не дегенмен мақсатымыз қазақ тілін көтеру ғой мәртебесін. Мен өзім бір контент бастағым келіп жүрген. Мен көбінесе сұрақ жауап бар ғой, сауалнама елдерден алып. Егер дұрыс жауап берсе, тарихқа байланысты мен сондай да контент түсіріп көрген, сыйлық беріп, мен сондай түсіргім келеді, және де поэзия бар ғой, өлең оқып, болмаса өзім бір болады ғой, қазіргі таңда TikTok'тан көріп жүрсіздер ғой, бір адам өзі 3-4 адам рөлін сомдап, сондай өзім түсіргім келеді қазақ тілде. Не көріп саласыз? Поэзия оқысам бола ма? Қалай көрейін? Қазір музыкам қосылған. Көп емес, 3-4 шумағын оқи салайын, Көрінбейді, көріктім көзіңізге. Сен ойғалып айтылар сөзім бірде, сен есімнен шығарам деп жүргенде, есім шығып кетіпті өзімнің де. Неше жазбен күз өтті, неше көктем, кездерімді аңсаймын кешегі өткен. Әлі есімде ақпанда біз екеуміз әппақ қарды саялап төсек еткен. Есіңде ме көп еді арманымыз, ақ қала шырша болған жан-жағымыз. Сен сол кездің барлығын ұмыттың ба? Телефонмен атушы еді таңдарымыз. Сен менің жүрегімнің жүрегісің, жүрегімді сағынтып жүремісің? Мен саған қаншама ән арнап едім, тым болмаса біреуін білемісің? Алматыға баруға дайынсыз ба, егер де Әрине, әрине. Үйдегілердің бәрін көндіріп шықтым, мен барамын, өтемін. Мен өзімді
дамытқым келеді да, көрсеткім келеді. Көп адамдар басында маған сенген жоқ, үйдегілер не қыласың, TikTok қалатын нәрсе ғой деп. Кейін көтерілгеннен кейін уже айтады, мен танып суретке түсе бастады да, уже айтады да, дұрыс түсіре бер деп ше. Мен ары қарата өзімді көрсеткім келеді, дамытқым келеді. Сіз таразылар тани ма? Таниды, иә, көбісі де айта алмайды. Таразда таниды, Шымкентке де бардым, Шымкентте де танып жатыр. Шымкентте контент түсірдіңіз ба сонда? Шымкентте контент түсірмедім, осы Таразда түсірдім. Мен мартта түсірдім. Көбінесе өзім март бар ғой Таразда, сол жақта андай болады ғой. Подкаттар, сондай да түсіріп көргенмін. Андай болмайтын сұрақ, мысалы, саламатсыз ба, сізге сұрақ қойсам бола ма деген сияқты. Есіміңіз кім? Оңай қиын, оңай дейді, есіміңіз кім десе, атын айтады, дұрыс деген сияқты сондайлармен. Сондай түсіріп, солай көтерілгем. Театрларда ойнаған жоқсыз, иә? Театрда ойнамағам. Бірақ өзім қосымша актерскийға бардым өзім үшін. Қайда бардыңыз? Осы неде колледжде сабақ береді, Ұлан деген ағай бар. Киноларға түсіп жүрген, сол кісіге барғам. Қандай курстарға қатыстыңыз басқа? Болды, басқа ондай курстарға қатыспадым. Сол актерскийға қатыстым. Практиканы қайда өттіңіз журналистикадан? Журналистикадан оқып жатырмын ғой әлі. Практиканы өзіміздің университеттен өттім, ақпараттық медиа сайттар деген өзіміздің универдің. Аха. Телеарнаға білмеймін неге жібермеді айтып. Жібермеді. Телеарнада бізде өзіміздің Таразда телеарналар аз болғандықтан, кішкентай болғандықтан, ол жақта журналистер көп болғандықтан алуға студенттерді практикаға қарсы болды. Сондықтан мен осы өзіміздің университеттің ақпараттық медиа сайттарында сол жерде практикадан өттім. Сол практика барысында ғой мен сауалнама жүргізіп, солай не істеп бал жинағам. Мақала әзірге жазам, бірақ былай көп жазбаймын. Жақсы. Аружан, отыра беріңіз, иә? Рахмет. Менің есімім Шайслам Мерхат. Мен 23 тамыз күні 2005 жыл туылдым. Мен Көгершін ауылынан, Тұрар Рысқұлов ауданы Көгершін ауылынан келдім. Ақтоғын шағын орталықты орта мектебінің 11 сынып оқушысымын. Домбыра үйірмесіне 5 класстан бастап 4 жыл қатыстым, 10 классқа дейін. Күйші жасына қатыстың ба? Алматыға барып. Орындар алдың ба? Алдым, республикалық ғұмыры дария. Нешінші орын алдың? Екінші орын. Үшінші орын, екінші орын. Осы домбырадан. Аха. Неше жастан қатысып жүрсің? 11 жастан бастап. 11 жастан. Қандай бір ансамбльдерге мүшесің ба? Жоқ. Өзің, иә? Бірақ ансамбльдің ішінде ойнап көрдім, домбыра. Көбіне жеке орындайсың, иә? Жеке орындаймын. Бүгін дайын келді ғой, иә? Аха. Онда соны көрейік онда. Құрманға Сарбайұлы Адай. Бәріңізге сәлем, менің есімім Дана Болат. Қазіргі таңда Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің 3-ші курс студентімін. Мамандығым актерский, КДР болады. Енді бұл кастингке келген себебім өзімді ары қарай дамыту. Енді өнер адамы болғаннан кейін өзімді TikTok хаустан да көру, қазақилық нақышта,
қазақилық бағытта өзімді сынап көру деген сияқты. Жастармен, белсенді жастармен жұмыс істеу. Енді сіздерге бүгін монолог дайындап келдім. Қабыл алыңыздар. Жетім қыз монологы. Базаршы дуылдап тұр. 12-13 жастар бала месқарын саудагер алдындағы қуырған құс етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Анау бірден байқап, жеркенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар қаталсыңдар. Қаталдықтан әлақсар татарсыңдар. Жалғыздықтан зәргі башынғанда мен сендерді асылдар деп ем. Сыйпайдық шашымнан зекем жоқ. Тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жыл көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өз-ақ бақыт қой, қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанырларыңда, бір жола сөніп үмітім балаң жанымда. Жыртқыштар қамап алғандай тарықпадым. Әділеттен жұрдайсыңдар, тақсіретін тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып, сендерге жүгіндім барып, тас мүсіндеріңнен түңілдім налып. Тағдырым менің тетсе де елеңдетпеді. Бейжайлықтарым қорқытты керең беттегі. Мен емес, сендер екенсіңдер бүгінгі қарып. Адалдыққа тапшысыңдар, әрине, данышпансығанда шақсысыңдар. Өздерің Тараз өңірлік университетінің өнер және мәдениет факультетінің түлегімін, актер мамандығының. Ағаділ болады. Ринат Ағаділ. Ринат. Қазіргі таңда Баласаған орталық концерт залының ведущий жүргізуші мамандығының иесімін. Осы бірінші курстан бастап 4-ші курсқа дейін осы Дулати университетінің жүргізушісі болып келдім. Ведущий мамандығы бойынша. Өзімнің бойымдағы қасиеттерімді айта алсам. Паяз оқимын, жүргізуші боламын и тойларда өлең айтамын. Қазіргі таңда тамадалықты қолға алып жүрмін сәл-сәл. Мен осы бірінші курстан бастап 4-ші курсқа дейін осы Дулати университетінің Жансарай халықтық студент театрында бірінші курстан бастап 4-ші курсқа дейін рөлдерді ойнағам. Ауылдан келген аруда ақынның рөлін, Шәмшіде баронның рөлін Сыған серенадасында. Біразын ұмытып қалдым. Бізде қазір мен негізі Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінен келгем, осы университетте. Одан кейін Таргуды қосып жіберді, сосын қалып кетті ол нәрсе. Одан кейін осы Тараз қаласының театрында Мәлік Кенен Ағырбеков ағамыз бар ғой. Кино актері қазір. Сол кісінің ағасы Мәлік Ағырбеков ағамыздан сабақ ағам. Және де осы желтоқсан желі әнінің авторы кім? Атын ұмытып тұрмын қазір. Сол кісіден сол. Әбирбек ағайдан сабақ ағам. Инстаграм блог жүргізесің ба? Жоқ, ондай жоқ. Мен бұл нәрсені қазір осында бір досым жастар орталығында жұмыс жасайды. Сол қыз айтқаннан келіп тұрмын. Осындай не болып отыр, кастинг болып отыр, келіп көрсейші деп. Жасың неше дейсің? Жасым 22-де. Мұқағали Мақатаев сезбейсің ғой. Сезбейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші, сарсаң болған пендені түсінсеңші. Ақыл ойын кембеді. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз? Кетем бе деп қапаланып өмірсіз. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болама оламан ба? О тәңірім, неткен жан едің, жүрегің еттен бәлде. Қол адам ба? Шын ғашықпын, несіне оны жасыралам? Әрбір алтын ғой бір талы шашымаған. Сырымды айтап, ән арқылы өзіңе. Сүйдім сәулем құлақ сал сөзіме. Кездескенде күлімдеші сен маған кім қызықпас? Мөлдір қара көзіме. Жаным, сені ешбір жанға қимаймын. Сені көрсем бұл әлемге сыймаймын. Бір сен үшін
Осы әнді арнаймын бір сен үшін, дала гүлін жинаймын. Бірақ бұл өмірде қыздар деген көп екен. Көп болғанмен бұрынғысы жоқ екен. Аққу болып, көктем болып келшсен, көп кідірмей жауабыңды бершсен. Көңілімді суыттың үнсіз қалып, мен енді жұмбаққа айналсам. Қызған бенді, біреуменен билесем де, шақыра қой басқаны бейгесен де. Мен жүрейін, жанында жат біреудің, өлең оқып берейін сүймесем де. Қандай ән орындап бере аласыз? Шамшы Қалдаяқовтың Ара халықтың ақтаңы айтпайын. Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын, жәудіреп от жанарың, неліктен көп қадалдың, қара көзіңнен мөлдір, торғай даласын көрдім, сен дала боп ендің, өр тағдырым-ай. Қара көзіңнен мөлдір, торғай тауларын көрдім, сен тау болып ендің, өр тағдырым-ай. Жақсы аға дейді, көрейік. Рахмет. Ақасы. Саламатсыздар ма, менің аты жөнім Аблаева Нұрай. Мен 21 наурызда 2004 жылы дүниеге келгенмін. Мен өзім осы қазірде Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжінде 4-ші курста оқимын. Және менің осы өзім болашақта менің болашақ мамандығым ұстаз мамандығы, және мен осы ұстаз мамандығынан бөлек өзімнің жеке қызығушылықтарым ол би билеу, және де өзімді поэзия жағынан көркем сөз мәнерлеп оқу, өзімді және де осы Қазақстанның мемлекеттік тілін, қазақ тілін, осы біздің қазір барлығымыздың да еркін тілде Қазақстанда қазақ тілін дамытқымыз келеді. Және осы егерде TikTok House-ға қосылатын болсақ, онда біз осы тек қана сол парақшада тілімізді қазақ тілінде ғана жүргізіп, осы Қазақстанға қазақ тілін үйретіп, осы дамытқымыз келеді. Оны түрлі жолдармен, мысалы, түрлі ән айту арқылы, би билеу арқылы, және де түрлі қызықты видеолар арқылы өзіміздің өнерімізбен қосып қызықты контент түсіру арқылы біз осы Қазақстанды дамытқым келеді десем болады. Қазір сіз TikTok, Instagram жүргізіп жүрсіз, Иә, жүргіземін. TikTok-та қазір қалай белсендісіз ба? TikTok-та менің салған бейне жарияланымдарым, мысалы менде 2000 қаралым емес, менде бір салған кезде, кейбір кезде 100.000, ең көбі 100.000 қаралым десем болады, және де осындай 100.000 қаралым, және де 99.000 сондай қаралымда жинайды менде. Биге қатыстыңыз ба? Алдыңғы жыл қатысқам. Қандай би түрлерін білесіз? Мен негізінде, мысалы, қазірде трендте жүрген кей-поп жанрын білем, және де ағылшынша, яғни ағылшынша өлеңдерге, сондай жанрларда, және қазақша трендтерді де білем. Ән айтасыз ба? Ән айту қабілетімді негізі енді жетілдіріп жатырмын оны. Бүгін не айтып келдіңіз? Би билеуді дайындап келемін, сол жанрларда, әртүрлі жанрда, иә. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a
'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Жалпы бимен басқа немен айналысасыз? Биден басқа? Биден басқа өзім енді ән айту жағын дамытып жатырмын. Содан кейін өлеңдер жаза аламын, қазақша өлеңдерді шығара аламын. Сосын поэзия оқимын, көркем сөз. Жақсы, бұлай, онда рахмет, қазір отыра беріңіз, иә?